басым бұл жатақханаларға жатқыздырмаймын балаларды. Шетелге оқуға түскен кезде барлықтарының көкейлерінде тұратын сұрақ ата-ананы да баланы да ол қай жерде қаламыз, қай жерде тұрамыз деген нәрсе. Сіздерде екі жол бар. Біріншісі пәтерде тұрып жалдап тұру, екіншісі жатақхана. Бүгін мен сіздерге осы видеода Түркияның жатақханалары туралы толыққанды ақпарат бергім келіп отыр. Қандай түрлері бар, бағалар қанша, ішіне не кіреді, не кірмейді деген сияқты. Сол себептен бұл видеоны аяғына дейін қарап шығыңыздар. Және де осы видеомен осы 2026 жылы Түркияға оқуға түсейін деп отқан достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәлем, мен есімім Әділ болады. Мен өзім шетелде оқығанмын. Қазіргі таңда шетелде оқуға көмектесіп жатырмын. Яғни қазақ жастарына. Қазір мен 5 мемлекетке оқуға түсіріп көмектесемін. Түркия, Қытай, Малайзия, Италия және Чехия. Бүгін мен сіздерге видеода Түркиядағы жатақханалар туралы толыққанды ақпарат бергім келіп отыр. Түркияның жатақханаларын мен 3 үлкен топқа бөлемін. Біріншісі мемлекеттік жатақханалар, КИК деп аталады. Екіншісі вакф жатақханалары, вакф юртлары. Үшіншісі özel юртлар, яғни жекеменшік жатақханалар. Бастапқы екеуі туралы тоқталып кетейін. Болмаса мемлекеттік жатақхана. Мемлекеттік жатақхана ол қолжетімді, арзан болып келеді, бағасына келетін болсақ ше. Жатақхананың типіне байланысты сіздер ақы төлейтін боласыздар. 35, 40, 45, 50 мың теңгенің жобасында. Бұл мемлекеттік жатақханаларда. Мемлекеттік жатақханаларға жаңа айтқанда түсу қиын. Яғни тұру үшін ол жерде сіздер өтінім тастайсыздар, сол өтінім қаралады. Сол өтінімнен егер сіздер өтетін болсаңыздар ғана тұра аласыздар. Бірінші былай айтқанда бұл мемлекеттік жатақханалардың өтініміне түрік азаматтар береді. Түрік азаматтарынан кейін қазан айларында, яғни октябрьде шетелдік азаматтар тапсырыс береді. Ол былай айтқанда 15-ші 17-ші қазандардың төңірегінде сіздер өтінім тастайсыздар. Сол өтінім шыққаннан кейін егер сіз соған ілінсеңіз, сіз сол жатақханада қала аласыздар. Ілінбесеңіз, онда сіздер басқа жатақхана немесе басқа пәтер қарастырсаңыздар болады. Тағы бір айта кететін нәрсе, мемлекеттік жатақханада бірінші жылы сіздер оқуға түскен жылы сіздер тапсыра алмайсыздар. Неге дейтін болсаңыздар, өйткені сіздердің икаметтеріңіз, яғни вид на жительстволарыңыз болмайды. Бұл жатақханаға өтінім беру үшін сіздердің икаметтеріңіз қажет болады. Мемлекеттік жатақханалар туралы толыққанды ақпарат алғыңыз келетін болса, қандай сайттан қараймыз, қай жақтан қарауға болады, бағалары, тапсыру уақыттары, қандай жатақхана түрлері бар, бірінші тип, екінші, үшінші тип не деген сияқты сұраққа жауап алғыңыз келетін болса, оған бөлек видео түсірген қалайтын болсаңыздар, осы видеоның астына мемлекеттік жатақхана немесе КИК деп жазып кетіңіздер, сосын осы видеоны 50 лайк жинап берсеңіздер. Соған байланысты мен түсінемін, яғни бұл тақырып сіздерге қызықты, әлде қызық емес деген сияқты. Екінші жатақхана түріне келетін болсақ, ол вакф жатақханалары, яғни сообщество. Бұл жатақханада былай айтқанда арзан десе болады. Бұл жатақхана, яғни қолдауды осы КИК жатақханасынан алады және мемлекет тарапынан алады. Бұл жатақханада да 2 мезгіл тамақ кіреді, коммуслуга барлық нәрсе кіреді. Бірақ бұл жатақханаға мен жатқызбаймын адамдарды. Неге дейтін болсаңыздар, бұл жатақханаға тұратын кезде сіздерде 5 уақыт намаз оқуды міндеттейді, және де аптасына 1 рет лекциялар өтеді. Яғни лекция тек қана дін жолында жүрмейді, басқа тақырыптарда да болады. Бірақ жалпылама айтқан кезде бұл жерде намаз оқу міндеттеледі. Көп вакф жатақханаларда, яғни бәріне деп айтпайын, басқа да вакф жатақханалар бар, басқа, яғни сообществомен салынған. Бірақ ондайлар өте аз. Түркияда көбінесе діни вакф жатақханалар көп болғаннан кейін ол жерден барлықтарында былай айтқанда намаз оқу міндеттейді. Мен өз басым бұл жатақханаларға жатқыздырмаймын балаларды. Үшінші түріне келетін болсақ, жекеменшік жатақханалар, көбісі осы жатақханаларда қалады. Ары қарай тақырыпта осы жатақхана туралы болады ақпараттың барлықтары. Ол жекеменшік жатақханалар. Жекеменшік жатақханаларға ешқандай өтінім беру қажет емес. Ол жерге былай айтқанда тікелей барып келісіп ақшасын төлеп тұра берсеңіздер болады. Жатақхана бағасына келетін болсақ, жекеменшік жатақхана бағасына орналасқан қаласына байланысты өзгереді бағалары. Енді жобамен алған кезде Түркияда жатақханалардың, жекеменшік жатақханалардың бағалары 10 мың, 11 мың лираның төңірегінен басталып жатыр. Яғни осы 2025 жылы оқуға түскен балалардың жатақхана тұрып жатқан бағалары осылай болып келеді. Жекеменшік жатақханалардың төлеу жолдары бар. Жекеменшік жатақханада кейбір жатақханаларда сіздер ай сайын бөліп төлеуге болады. Кейбір жатақханаларда сіз деген бірден төлеуіңіз қажет болады. Кейбір жатақханада сіз төлемді 4-ке немесе 3-ке немесе 2-ке бөліп төлейсіздер. Ол енді жатақхананың түріне байланысты өзгереді. Көбінесе жатақханалар мына типте жұмыс жасайды. Бастапқыда 20% немесе 30% общий суммадан алады. Сол сумманы төлейсіздер. Қалған сумманы сіздерге 9 айға немесе 10 айға бөліп береді. Ай сайын төлеп отырасыздар. Сосын қанша ай қала аламын дейтін болсаңыздар, академиялық жыл қала аласыздар. Академиялық жыл деген ол 12 ай емес. Көбісі ата-аналарда, көбісі балалардан да қате түсінік болады. Жыл дегенде 12 айға бойы мен қала аламын ол жатақханада деген сияқты. Жоқ, сіздер қыркүйек айында сабақтарыңыз қашан басталса, сол сабақ басталғаннан бастап қаласыздар да, сабағыңыз бітіп соңғы емтиханыңыз болғанша сіз сол жатақханада қала аласыз.
Содан кейін ары қарай сіз ол жатақхананы босатуыңыз қажет болады. Ол көбінесе 9,5-10 айда, яғни былай айтқанда қыркүйек айынан июнь айына дейін сіздер ол жатақханада қалуға мүмкіндіктеріңіз болады. Енді жекеменшік жатақханалардың бағаларына келетін болсақ, жаңа айтқандағыдай 11 мың лирадан басталады. Ол неге байланысты өзгереді? Жаңа айтқандағыдай қалаға байланысты өзгереді. Қаладан бөлек бөлме типіне байланысты өзгереді. Яғни бөлмеде қанша адам қалады, яғни бөлмеде адам саны көп болған сайын арзанырақ болады, аз болған сайын қымбаттай бастайды. Сосын тағы бір әсер ететін нәрсе бағаға, ол деген бөлменің ішінде туалет, ванна бөлменің ішінде ме, әлде былай айтқанда этажға ортақ па? Этажға ортақ болатын болса, әрине ол арзанырақ болады. Егер бөлменің ішінде болатын болса, сол бөлмеде қалатын адамдар ғана қолдана алады. Сосын тағы нәрсе, бағасына әсер ететін нәрсе, ол тамақ беріле ма? Мысалы, жаңа айтқандағыдай мемлекеттік пен вакф жатақханаларда 2 мезгіл тамақ беріледі ғой. Жекеменшік жатақханаларда 1 мезгіл беріледі, немесе мүлдем берілмейді. Кейбір жатақханалар бар, әрине 2 мезгіл беріледі, бірақ ол өте аз десе болады. Яғни тамақ берілетін болса, 2 мезгіл тамақ берілетін болса, әрине ол қымбатырақ болады. Яғни осындай нәрселер бар. Жатақхана туралы тағы айта кететін нәрсе, жатақханаларда әйелдер жатақханасы мен еркектер жатақханасы болып бөлінеді түріктерде. Яғни бөлек-бөлек, яғни зданиясы толыққанды бөлек болады. Яғни еркектердікіне әйелдер кіре алмайды, әйелдердікіне еркектер кіре алмайды. Яғни кіреберістен бастап, былай айтқанда, контроль болады ол жағынан. Осы жатақханада азан сағат 6-тан 7-тен бастап шығасыздар, сосын кешкі сағат 10-да қайтып келулеріңіз керек болады. Егер 10-нан кешігіп жататын болсаңыздар, кейбір жатақханалар әрине 11-ге дейін, ол кезде уже ақырындап векил деп аталады. Векил енді опекун, яғни түркияда опекунға жазады. Яғни осы бала кешігіп жатыр деген сияқты. Көбінесе опекун есебінде біз өзімізді аламыз. Егер балалар өзінің кешігуін былай айтқанда доғармаса, ары қарай жалғастыратын болса, біз уже ата анасына тура келеді айтуға. Яғни сіздің балаңыз кешігіп келіп жүр, ертең мысалы бір нәрсе ұмытып қалатын болса, біз жауапты емеспіз деген сияқты. Яғни жатақхананың плюс нәрсесі осындай қадағалау біздің тарапымыздан болады. Жатақхананың бағасына не кіреді дейтін болсақ, барлық нәрсе кіреді. Комуслуга, интернет, су, газ, барлық нәрсені қолданысқа болады алуға. Бірақ бір нәрсе кірмейді кейбір жатақханалардың ішіне. Не дейтін болсаңыздар, кір жуу машинасы. Кейбір жатақханаларда сіздер кірлеріңізді жууларыңыз үшін ақы төлейсіздер. Яғни ол ақы ондай қатты қымбат емес, 20-30 лираның төңірегінде, яғни біздің теңгемен шаққанда 250-300 теңгенің төңірегінде төлейсіздер. Ол не себептен жасатылған? Яғни бір футболканы салып жуа бермесін деген мақсатта, яғни суды үнемдесін деген мақсатта жасалған. Кейбір жатақханалар әрине оның жаңағы толық сомасын ішіне кіреді. Тамақ жасау мәселесіне келетін болсақ, жатақханада тамақ жасау мәселесі кейбір жатақханаларда рұқсат етілген, кейбір жатақханалар рұқсат етілмеген. Яғни рұқсат етілген деген сияқты дегенде, былай айтқанда плита жоқ, газ плита мүлдем жоқ. Кейбір жатақханалар газ плита бар, ол жерде тамақ жасай аласыздар сіздер, яғни обедті, кешкі асты жасау мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни ол әрине сіздер жатақхана таңдап жатқан кезде осы нәрселердің бәрін сұрап алыңыздар. Яғни мен оның ішінде тамақ жасай аламын ба, жасай алмаймын ба деген сияқты. Өйткені көп жатақханалар Түркияда тамақ жасауға рұқсат бермейді. Өйткені ескіде, яғни коронавируске дейін жекеменшік жатақханалардың өздері 2 мезгіл тамақ берген. Осы коронавирустан кейін олар деген кешкі асты алып тастап отыр. Мына жерде мысалы мен сіздерге бір жатақхананы мысал ретінде көрсеткім келіп отыр. Сол Хакан деген мырза осы Стамбул қаласындағы бір юрттың, яғни жатақхананың мүдірі деген енді администраторы. Осы биылғы бағалары 6 адамдық мысалы 12.750, яғни 2025 жылы осы жатақханаға тұрып жатқан адамдардың төлеп жатқан ақысы, яғни 2026-ның бағалары әлі шыққан жоқ. 2026-ның бағалары жобамен июль-август айларында шығады. Яғни қазір ол бағалар белгісіз. Яғни осы бағалардан енді 10-15% ғана көтерілуі мүмкін, тіпті 20-30%-ға дейін көтерілуі. Ол енді девальвацияға байланысты. Яғни лира егер қазір қатты түсіп кететін болса, олар 20-30%-ға дейін көтеріледі. Егер қатты түспейтін болса, сол курста қалатын болса, көтермеуі де мүмкін. Егер мысалы сәл-пәл түсетін болса, 10% ғана көтеруі мүмкін. Яғни теңгемен шаққанда сол теңгенің жобасына төлейсіздер, айтқым келіп отырған нәрсесі. Енді қараңыздар, 6 адамдық жаңа айтқанда 12.750 лира тұрады, 4 адамдық 15.750, 3 адамдық 18.000, 19.050, 19.500, то есть. 2 адамдық 21.000, 22.500, 1 адамдық 30.000 лира тұрады. Оның ішіне не кіреді дейтін болсаңыздар, интернет бүкіл нәрселер кіріп тұр, таңғы ас кіріп тұр, бөлмені 2 рет тазалайды. Жаңағыда метро бүкіл нәрселер жақын орналасқан. Енді бұл жатақхананың несіне кірейік? Сайтына кірейік. Бөлмелерін көрейік. Бөлмелерін кіретін болса, мысалы 4 адамдық бөлмелер мынандай. Әр адамның өзінің жеке-жеке столдары болады, шкафтары болады, осындай кроваттары болады. 3 адамдықта да дәл солай.
Және де мүмкіндіктері, мысалы бұлардың мүмкіндіктеріне келетін болсақ, көре аласыздар. Мысалы осының сайтына да кіріп көре аласыздар бүкіл нәрсе ше. Мысалы таңғы ас бар, этюд салоны бар. Этюд салоны деген сіздер сабақты осы жерде оқисыздар, яғни өз бөлмелеріңізде сабақ оқымайды. Яғни Түркияда жатақханада әр бала сол этюд одада барып оқиды. Этюд ода деген кітапхана сияқты жер ғой. Сол жерде интернетте болады, 7/24, яғни ашық тұрады. Қалаған уақытыңызда түнде барып та сабақтарыңызды оқып, проектілеріңізді, емтихандарыңызды дайындалай берсеңіздер болады. Міне көріп отқандарыңыздай осы жатақхана туралы толыққанды ақпарат, яғни әр жатақхананың өзінің осындай сайттары бар. Сол сайтқа кіріп көріп толыққанды ақпарат алып алуға болады. Осымен видео аяғына жетті. Толыққанды ақпарат бере алдым деген ойдамын. Видео ұнайтын болса лайк басып кетіңіздер, таныстарыңызбен жаңа айтқандағыдай бөлісе кетіңіздер. Егер осы жылы сіздер Түркияға немесе басқа мемлекетке оқуға түскілеріңіз келетін болса, біз арқылы түсе аласыздар. Бізде толыққанды сопровождение жүреді. Және де қай мемлекеттің грантына, яғни грантқа тапсырулар да бар. Бізде грантқа түсіп тұрамыз. Түркия болсын, Қытай болсын, Малайзия болсын, Италия болсын, Чехия болсын. Ол грант жайында толық ақпарат білгілеріңіз келетін болса, астыңғы жақта WhatsApp номер, Instagram парақша тұрады. Сол жерге тіркеліп қойсаңыздар болады. Тегін разборға жаза аласыздар. Яғни тегін Zoom разбор болады. Тек қана сіздің ғана кейсіңізбен толыққанды түсіндіріп береміз. Қай жаққа түсе аласыздар, қай мемлекеттерге деген сияқты. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар.